Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздегі тақырып ақша жайлы. Бүгін көптеген адамдарды мазалап жүрген ақша жайлы маңызды ақпараттармен бөлісетін боламын. Соның ішінде уәде еткенімдей, қалай мен 9 айдың ішінде наличкаға 3 квартира алдым. Бұл жаңағы әр квартираның ремонт, ішіндегі бүкіл жаңа техникаларын есептемегенде, ешқашан мен еш нәрсені қарызға кредитке алмағанмын өмірімде. Ешқашан бұндай нәрсе болмаған. Ақша маған всегда потокпен келеді. Мен тіпті дым жұмыс жасамаған күннің өзінде адамдар, айналамдағы адамдар таң қалады. Қалай? Как ты это делаешь, что адамдар саған қатты сенеді. Адамдар саған спокойно клиент потокпен келеді. Как ты так быстро зарабатываешь деген сияқты сұрақтар болатын. Сол сұрақтардың жауабын беремін. Сонымен қатар, қазір біз осы видеоның барысында кішігірім практика жасайтын боламыз, сіздердің ақшамен қарым-қатынастарыңыздың дәрежесін тексеру үшін. Одан кейін соңында сразу мендегі бүкіл тәжірибені алғыларыңыз келетін проект таныстырылады. Сол проектпен таныса аласыздар. Мен бір нәрсеге сенімдімін, сіздер мына видеоны қосқаннан кейін точно пайдасыз кетпейсіздер. Пайдалы ақпаратсыз, тек ақшаға қатысты емес, жалпы өмірге қатысты көптеген сұрақтарыңыздың жауабын алуларыңыз мүмкін. Сондықтан соңына дейін көруді ұсынамын. Келе жатқан 5-10 жылдың ішінде бұл ақпарат өте актуалды болады. Себебі қазір мен айтатын ақпарат жалпы бұл переход уақытында енген өзгерістер жайлы болады. Яғни болашақта, қазір білесіздер, жердің энергиясы басқа, переход тақырыбынан хабары бар осознанный адамдар, 3-ті, 4-ті, 5-ті деп жүргендер, олар мені бірден түсінеді. Қазір жердің энергиясы басқа. Және мен қазір айтатын ақпараттар жалпы мен бөлісетін проекттегі, бұл келе жатқан 5-10 жылда өте актуальны болады. Бұл буквально сіздің болашақта сіз дефицитте өмір сүресіз ба? Әлде сіз таза берекенің ішінде өмір сүресіз ба? Және береке деген кезде, мен бұл жерде жай ғана ақшаны цифр ретінде айтып тұрған жоқпын. Өмірдің бүкіл сферасындағы береке, ішкі күйіңіздің байлығы, осы нәрсенің барлығын шешеді. Ақшамен қарым-қатынас жақсы болу үшін біз басты не нәрсеге мән беруіміз керек? Ақшаға болмыс ретінде қарау керек. Яғни ақшаға жай цифр ретінде қарау, жай ғана бір өміріме келіп кетіп жатқан энергия ретінде қарау, ол негізі ақшаны сыйламау болып табылады да. Және ақшаға біз болмыс ретінде қарайтын болсақ, онда ақшамен қарым-қатынас түбегейлі адамды өзгере бастайды. Бұл нені білдіреді? Сіздерге өте қарапайым мысал келтіргім келеді. Мысалы, сіз тұлға ретінде болмысыңыз бар. Және басқа бір адам келіп, сізді сыйлаудың орнына сіздің шекараңызды бұзып бастаса, сіз ондай адамды жақтырасыз ба? Адам сізді жалпы сыйламайтын болса, кім жақтырады ондай адамды? Мен ондай адамды мүлдем өміріме кіргізбеймін, максимальный дистанция ұстаймын. Ақша да тура сол секілді болмыс ретінде адам таңдайды. Сіз оны сыйлайсыз ба, сыйламайсыз ба, соған қарайды. Байқасаңыздар, бұл жай ғана ақшаға қатысты қаржылай сауаттылық емес. Бұл жерде өте терең ақшаның қатып қалған заңдылықтарын зерттеу мәселесі жатыр да. Және осы өте көптеген заңдылықтарды мен интуиция деңгейінде жасайтынмын. Яғни қазіргі білім менде болмай тұрып, неге маған всегда ақша потокпен келетін? Себебі мен интуиция деңгейінде жасайтынмын бұл нәрсені. Кейін мен білім ала бастаған кезде, маған ұстаздар осындай деп айтқан кезде, ақша жайлы. Сол кезде мен есіме түсетін, мен оказывается мына нәрсенің барлығын интуитивно жасағандықтан да менде ешқашан ақшамен проблема болмаған екен. Бұл қатып қалған заңдылықтар, ақшаның заңдылықтары. Ақшаның заңдылықтары болады, қатып қалған. Ол әрқашан болған, алғашқы жалпы жер пайда болған кезде, ақша ол басында енді қағаз ақша болған жоқ, тиын ақша болған жоқ, ақшаның формасы басқаша болды ғой. Яғни ол жүріп тұрған энергия, үнемі қозғалыстағы энергия, және бұл ережелер, береке деп айтады ғой, берекенің құпиясы. Оның өзінің жүйе ретінде ережесі бар. Бұл ережелер изначально заман басталған кезде болған, бар және болады да. Бұл қатып қалған заңдылықтардың жиынтығы, және егер де сіз бұл нәрсені білетін болсаңыз, сіздің жалпы ақшадан қиналуыңыз мүмкін емес.
Сонымен қатар бұл ережелерді білген адамда тревога мүлдем болмайды. Бұл ережені білген кезде сен жай ғана білесің, сен қолыңда уже ақшаны спокойно саған алып келетін карта жатыр да. Бұл ереже болған кезде ақшада как минимум 70% тревога ақшаға қатысты, маған жетпей қалады деген, ертеңгі күнге деген алаңдау, болашаққа алаңдау, тревогасы кетеді. Себебі ережелерді сіз білген кезде сіз білесіз да, сіз никогда ақшасыз қалмайсыз. Себебі просто сізге ана ережені қолдану керек, и все, поток ашылады. Тревоганы, кстати, ақша ұнатпайды. Яғни сіздің бойыңызда тревога көп болса ақшаға қатысты, ақша просто тұрады да кетіп қалады. Ол тревога ұнатпайды, себебі тревога бар жерде всегда застой болады, ақша тұрып қалады. Ал ақшаның болмысы қозғалыс болғандықтан, ол сол қозғалыс бар жерге барады. Тревога сізді дамытпай бір орында ұстап тұрады ғой. И вот осы тревоганы алып тастаған кезде заңдылықтарды білудің өзі, практика нелерді жасамай-ақ, жай ғана заңдылықтарды біліп орындаудың өзі тревоганың 70%-ін ертеді. Получается, сізде уже 70%-ке поток ашылады деген сөз. Қалған 30%-ін нужно просто доработать арнайы практикалармен. Мен 7 жылдан бері біраз кілт практикалар бар менде, өте оңай практикалар. Кстати, мен ол нәрсемен бөлісем как раз сол проектте. 9 шақты практика, мен осы 7 жыл бойы тұрақты жасап келген. Соны жасайсыз, и все. Яғни сізге не істеу керек? Біріншісі, ақшаға сыйластық көзбен қарау керек. Бұл нені білдіреді? Мен тағы да өте қарапайым мысал келтірем. Сіздерге сұрақ, қайсыларыңызда ой бар, егер ақша мен өміріме келсе, бүкіл проблемам шешіледі деген. Вот честно признайтесь, кімде осындай ой бар? Егер сізде мынандай ой болса, ақша болса күшті болып кетем. Мен айтпай қойын, ол ақшаны сіз не үшін қалайсыз? Мен тем более айтпай қойын, если сіз, например, күшті машина алып, үй алып, инстаграмға мақтану, бір жерге жазу. Вот просто ақша. Не то, что барғысы келмейді ондай адамға. Мен түсінем, қазір барып жатыр, но бұл нәрсе вечно болмайды. Ол адамның басқа өмір сферасында проблемалар басталады. Себебі ақша бүкіл сфераға энергия жібереді да. Және егер сізде сондай ой болса, яғни қайсыларыңыз іштегі дыраны ақшамен жабуға тырысасыздар. Ондай адамдар қандай болады? Ондай адамдардың кеңістігінде вообще ақша тұрмайды. Ақша таба тұра, олар ол ақшаны құртып тастайды или қарызға кіріп кетеді. Олардың психикасында сондай паттерн болады. Неге? Неге сізде ондай паттерн бар? Себебі ақша болмыс ретінде сіздің кеңістігіңізде тұрғысы келмейді, ол кетіп қалуға асығады. Естеріңізде болсын, ақша мен бүкіл проблемамды шешеді деген позицияның өзі, ол жай ғана ақша сізді уже ұнатпайды. Сізде ондай позиция болса, ақша ондай адамдарды ұнатпайды. Ақша сіздің ішіңіздегі дыраны жабу үшін келмейді. Ақша изначально Құдайдан келеді ғой, адамдардан емес. Ол изначально өмірді дамыту үшін келеді. Если сіз ішіңіздегі просто эгоистичный мынандай бір потребності жапқыңыз келсе, конечно, ол сізді ұнатпайды. Понимаете? Болмаса тағы бір позиция бар. Ақшаға бір менсінбей қарау, ой, ақшасыз-ақ шешіледі, ақша өмірдің мәні емес деп былай, ақша керек емес, болмаса байлықтан бұрын осындай нәрсе маңызды деген. Но по сути бұл ақшаны исключать етуге жатады. Яғни маған біреу кеп, ой, Гүлданасыз-ақ, ой, Гүлдана мынандай десе, бұл не? Бұл исключение. То есть ақша, біреу мен туралы сондай нәрсе ойласа, мен ол адамға вообще контакт жасағым келе ме? Әрине жоқ. Ақша да тура сондай. Ол просто оған былай сверху гордынямен, тәкаппарлықпен қарайтын адамдарды вообще ұнатпайды болмыс ретінде. Әрине бірағандай нейтрально болады ғой, бірақ адамды жек көреді деп атқан жоқпын. Просто ол ондай адамға барғысы келмейді. Сондықтан біз бұл жерде қандай қорытынды жасай аламыз? Мен бұны аспаннан алған жоқпын. Опять же таки, бұл мен реальный өмірім тәжірибесі. Мен ақша потогым страшно жабылған уақыттар болған.
И сондай уақыттар болған, когда мен осы нәрсені ұстанған кезде вот просто аспан есігі ашылып ақша құйылады ғой, вот примерно сондай состояние. Мен солай образына сіздерге сипаттап бере аламын бұл күйді. Яғни сен ақшамен жақсы отношенияда болсаң, ол көзге көрінбегенмен ол болмыс ретінде бар да, ол всегда біздің өміріміздің бүкіл сферасы. Вот просто алып қараңыздаршы, деньги везде. Сіздер жеп жатқан тамақ, сіздер тұрып жатқан үй. И, конечно, ол дефицит болса, демек сіз оны достаточно танымайсыз, сіз онымен достаточно жақсы қарым-қатынаста емессіз деген сөз ғой. Егер де сіз онымен жаңағы гармонияға толы қарым-қатынас орнататын болсаңыз, мен қазір бір смайлик келіп тұр, почему-то ойыма соны қоямын мына жерге, қол алысады ғой партнерлар бір келісімге келген кезде, яғни сіз ақша жүйесімен келісімге келетін болсаңыз, ол спокойно сіздің әлеміңізге кіреді. Ол просто сізге асығып тұрады, сіз тіпті байқай бастайсыз, өмірдің өзі қалай сіздің асты үстіңізге түсе бастаған. Белгілер бүкіл жерден болады. Мен сіздерге айтамын, ешқашан сіздер ақшамен гармонияға толы қарым-қатынас орната алмайсыздар, егер сіздер оның заңдылықтарын біліп орындамайтын болсаңыздар. Ол буквально жүйе ретінде сіздерден талап етеді. Менімен қарым-қатынасқа түскің келе ма, мені сыйлайсың, менің ережелеріме бағынасың деген нәрсе болады. Если сіз ол нәрсемен келіспесеңіз, ол айтады: хорошо, нам не по пути с тобой. Және осы кезде сіздің өміріңізде неше түрлі проблема басталады. Тек ақша сферасында емес. Екінші проблемный сфера бұл қарым-қатынас, себебі ақша жүйесі өте тікелей қарым-қатынас сферасына қатты әсер етеді, воздействие болады. Сіз мысалы ақша таптыңыз, бірақ сіз оның заңдылықтарын ұстанған жоқсыз да, ақша келді сізге. Но ертең сізге измена жасайды. Сізге араларыңыз резко суып кетеді. И сіз почему-то ойлай бастайсыз, маған көз тиді, біреу бізге дуа істеді деп. А сіз жай ғана мына жақта ақшаны сыйлаған жоқсыз да. То есть ақша сферасы берілді, қарым-қатынас сферасынан шығып кетті ол. Себебі ол энергия ғой, түсінесіздер ме? Ол жай ғана қағаз, бір цифр, Каспийдегі көрсетіліп тұрған сумма емес қой. Яғни сіздер оның болмысымен танысқан кезде ғана өмірлеріңіздің бүкіл сферасын гармонияда ұстайсыздар былайынан. Себебі сіздер бұл заңдылықты білген кезде сіздерде утечка болмайды. Утечка деген жаңағы нәрсе. Ақша келді, денсаулықпен шығып кетеді. Сенде бір ауру пайда болады, сені тапқан ақшаның 2 есе ақша құртуы мүмкін. Болмаса ақша келді, қарым-қатынаста бір проблема басталады. Біреуде развод болуы мүмкін, біреуде жаңағы қол көтеру болуы мүмкін, резко сондай өзгерістер. Яғни ақша ол өмірдің бүкіл сферасына былай энергия ретінде жүріп тұрады да. Егер сіз мына заңдылықты бұзсаңыз, қашып кетем деп ойламаңыз, ол ақша энергиясы айналып келіп та мына жақтан алып қояды. Ол өте құдіретті жүйелердің біріне кіреді, өмірден кейін тұрған. Және ол өмірге бағынады, өмірге қызмет жасайды. Сондықтан ақшаның заңдылығын білген адам, оған сыйластықпен қараған адам, бағынып ережелеріне, ол өмірмен қарым-қатынасы қалыпқа келеді деген сөз. Сонымен қатар сіздерге таныс па өкіну? Мысалы, бір киім сатып алдың, өкіндің, бір курс сатып алдың, бекер алдым. То есть бекер деген сөзді қолдану. Вот егер бұл нәрсе таныс болса, кстати, бұл тоже ақшаны сыйламауға кіреді, және бұндай заңдылықтардың саны өте көп. Давайте енді мен сіздерге не ұсынамын? Қазір кішігірім практика жасайық. Образно сіздер ақшаны психикаларыңыз жалпы қалай қабылдайды, соны анықтап көрейік. Өте үлкен өтініш, қазір ешкім жоқ жерге барыңыздар, тыныштықта отырып, ешкім сізді мазаламау керек, мен қойған сұрақтарға жауап бере бастаңыз. Біріншіден, терең демаламыз, терең демалыңыз бірнеше рет, 3-тен 5-ке дейін. Терең демалғаннан кейін барып, көзіңізді жұмсаңыз болады, желательно. Демалып, көзіңізді жұмғаннан кейін өте үлкен өтініш, ақшаны образ ретінде елестетіп көріңіз. Сіз тіпті айтсаңыз болады, көзіңізді жұмғаннан кейін, ақша, деньги мне покажись деген секілді. Білмеймін енді өздеріңізге қандай сөз созвучно. Ақша маған көрін. Мен сені көргім келеді қазір.
сіздердің психикаларыңыздағы образ шыға бастайды. Арнайы, әдейі ол нәрсені ойлап табудың қажеті жоқ. Ана образды құрастырып просто бақылаңыз, қандай образ шығады сізде. Әр адамда әртүрлі. Біреуге әбір жүрген адам елестеуі мүмкін, біреуге бір құбыжық, бір қауіпті адам ретінде елестеуі мүмкін, біреуге бір ауыр тас секілді. Әр адамда әртүрлі образ. Құрастырмаңыз, жай ғана бақылаңыз. Хорошо, енді сұрақ қойыңыз. Ана образды елестеткеннен кейін сұрақ қойыңыз. Жалпы ана ақшаны сіз көріп тұрған кезде, образды, қандай сезімдер пайда болады сізде? Қорқыныш па, уайым ба, біреуден де беспомощность пайда болуы мүмкін. Никогда менде үлкен ақша болмайды деген секілді. Қандай сезім? Денелеріңізде қандай реакция пайда болады? Соның барлығын бақылаңыздар. Енді ана ақшаға сіз жақындаған кезде не болады? Қандай реакция сізде? Ақшаға ойша жақындап көріңіз. Сіз ақшаға жақындағыңыз келе ма? Және ол сізге жақындағысы келе ма? Ол сізге жақындағысы келе ма, әлде дистанция ұстағысы келе ма? Бұл жауаптардың барлығы негізі сіздердің психикаларыңыздың қалай жұмыс жасайтынына жауап бере алады. Және әр адамда әртүрлі образ пайда болады, әртүрлі жауап пайда болады, әртүрлі сезімдер пайда болады, әртүрлі денеде реакциялар болады. Давайте. Жақындауға сізде желание бар ма ақшаға? Енді елестетіп көріңіз. Екеуіңізді адам ретінде елестетіп көріңіз оны. Егер қарым-қатынастарыңыз адам мен адам арасындағы қарым-қатынас болатын болса, қалай ойлайсыз, ол сізбен араласқысы келе ма? Ол сізге не айтқысы келеді? Ол болмыс ретінде бар ғой, вообще кез келген адам кеңістігінде. Біреуге мүлдем үндемеуі мүмкін. Біреуге теріс айналып кетіп қалуы мүмкін. Біреуге қандай да бір белгі сөздер айтуы мүмкін. Сіз оған не айтқыңыз келеді? Просто сөйлесіп көріңіз, Сіз оған не айтқыңыз келеді? Ол сізге жауап бере ма? Ол сізге не айтқысы келеді? Біреуге послание болуы мүмкін. Егер қарым-қатынастарыңыз адамдікі сияқты болса, қандай болар еді араларыңыз? Қорытындылауға асықпаңыздар. Видеоны өшіргеннен кейін де ойланып анализ жасасаңыздар болады. Бір критический вывод жасаудан қажет жоқ, жай ғана бақылаңыз. Кеңістігіңізде любой бір белгі болуы мүмкін видеодан кейін. Ойша сізге бір ойлар келуі мүмкін ақша жайлы. Шын мәнінде ол психикада сондай арнайы процестер жүреді. Психика деңгейінде ақшамен байланыс орнату өте маңызды, сол себептен. Және мен айтқым келеді. Қазір осы образды жақсылап тұрып, былай бекітіңіздер. Бекітіңіздер. Себебі, егер сіздер маған проектке келетін болсаңыздар, бұл жерде көпшілеріңіз, скорее всего, келесіздер. Сіздерде проектте не істейсіздер? Мен қазір таныстырамын, кстати, полный ақшамен танысып, бүкіл практикаларды жасағаннан кейін ол қарым-қатынас 100% өзгереді ақшаменші. И содан кейін мен сіздерге ұсынамын видеоға айналып келіп, қазір біз не істедік, соны жасаңыздар и бақылаңыздар айырмашылықты. Просто блокнотқа түртіп жазып алыңыздар, Сіздер курсты полный өтіп болғаннан кейін
ақшаның формасы, болмысы сіздердің психикаларыңызда өзгереді. Егер сіздер ақшаның в сторону денег деп айтады ғой, подход жасап, онымен келісімге келуге тырысып, оны сыйлап қарым-қатынасқа ұмтылсаңыздар, ол 100% сіздерге қарым-қатынасын өзгертеді. Және оның қарым-қатынасы өте жылдам өзгереді. Неге? Себебі сіздерде психикада болып жатқан өзгерістерге матрица өте жылдам реакция жасайды. Өте жылдам реакция жасайды. Яғни сіздер ақша потогын бірінші кезекте ішкі әлемде өзгерту керек. Ішкі әлем деген кезде бұл бәрібір психикамен, мимен байланысты болып тұр ғой. Және қандай нақты этаптардан өту керек, қазір соны айтам келесіде. Мен вообще не ұсынам. Келесі мен сіздерге таныстыратын проект жалпы. Бұл өте ауқымды 5 бөлімнен тұрады. Және алғашқы бөлімінде біз толықтай ақшаны болмыс ретінде зерттеуден бастаймыз. Нақты айтатын болсам, бірінші бөлімінде біз ақша қандай адамдарды ұнатпайды сол тізімнен бастаймыз. Ақша ұнатпайтын адамдар жасап қоя беретін элементтер болады. Сол элементтерді талқылайтын боламыз, И сіздер бұл нәрсені жасап, жай ғана поведение өзгерту арқылы уже сіздерде жаймен ақша потогі ашылып бастайды. Екінші бөлімде ақша қандай адамдарға магнитше келгісі келіп тұрады. Мен тіпті артық айтудан қорықпаймын. Не побоюсь сказать дейді ғой. Түк істемеген күннің өзінде де ақша амалын тауып барғысы келіп тұратын адамдар болады. Олар не істейді? Не құпия бар оларда? Олар не істейді сонша, что оларда сондай берекенің энергиясы бар да, тұнып тұрған. Екінші бөлім магнитше тартылатын сондай тізім айтылады, элементтердің тізім айтылатын болады. Екіге бөліп аламыз. Ақша ұнатпайды, ақша ұнатады. Ұнатпайтынды жасамайсыздар, ұнататынды жасайсыздар, и все. Бұл жерде уже практика, басталған кезде практика беріле бастайды. Одан кейін үшінші бөлімде ол уже ақшаның болмысымен танысу. Кәдімгі форма ретінде болмысымен танысу. Мен әрине сөзбен түсіндірем, бірақ сіздер өздеріңіз образно дальше достраивать етесіздер. Ақшаның болмысымен танысқан кезде адаммен біз жақсы танысып, оны былай танып, оған қызығушылық танытып, оның шекарасын зерттеп, сол шекарасына сыйлап адамға подход жасаған кезде бізде всегда қарым-қатынас жақсы болады. И сіздер үшінші бөлімде сол процессті жасайсыздар. Оның болмысымен танысасыздар сіздер. И осы нәрсені жасаған кезде уже жартылай сіздерде поток ашылады. Төртінші бөлімге өтеміз. Төртінші бөлімде мен ең қатты ұнататын прям от души жасаған бөлім ақша және құдаймен қарым-қатынас. Вообще мендегі кез келген проект құдаймен қарым-қатынасты күшейтеді. Гарантированно не себептен, себебі менде бұл ақиқат байланыс бар. Мен расымен де осы байланысты көтеріп жүрген адамдардың қатарына кірем. Мен носитель. И осындай нәрсені көтеріп жүрген адам ғана сіздерге сол ақиқат байланыстың не екенін айтып бере алады. Және бұл жерде мүлдем дін туралы айтылмайды. Бұл жерде миссия туралы көп айтылады. Предназначение. Буквально сіздер қазір жасап жатқан жұмыстарыңызды не істеу керек, қалай бағыттау керек. Себебі ақша ол түбіне келгенде адамның тікелей миссиясымен байланысты болады. И сол миссияның ең жоғарғы формасы қандай? Сонымен танысасыздар. Миссия деген кезде бұл тікелей енді переход уақытымен қатысты. Переход уақытында адамдардың бәрі өзінің миссиясына келеді. И сіздер қазір жасап жатқан жұмыстың өзін миссияға қарай былай бағыттап жіберсеңіздер болады. Неважно ол қандай жұмыс. Сіз тіпті техничка болып жұмыс жасасаңыз да, посудомойщица, я не знаю, даже андай сіз ұялатын, сізге ұнамайтын сіздің ойыңызша жұмыстың өзін миссияға бағыттап жіберуге болады. Миссия ол негізі жұмыстан басталмайды, ол бірінші кезекте сіздің өзіңізге деген қарым-қатынастан басталады ғой. Соны өте терең талқылаймыз. Құдаймен қарым-қатынас туралы өте көп нәрсе айтылады. Ішіндегі тревогасын азайтып, кішкене бір рухани дамуға бағыттап, ақшамен қарым-қатынасын иманмен байланыстыра отырып жасағысы келетін адамдар, өмірін түзегісі келетін адамдар.
бұл бөлімнің өзі это целый космос. Бұл не себептен маңызды жалпы? Себебі мына бір байланыс болған кезде, біріншіден бұндай адам никогда ақшадан қиналмайды. Бұндай адамда тревога болмайды. Сіздер мына байланыстың өзімен танысуларыңыз керек, байланыс қандай болады. Одан кейін сіздер кез келген жасап жатқан жұмыстарыңызға осы байланыстан шығатын элементті қосасыздар. Бұл алхимия процесі негізі. Сіздерде кез келген жұмыста уже береке пайда болады. Дальше келесі бөлімге өтеміз. Бізде соңғы 5-ші бөлім, ол уже таза практика. То есть байқасаңыздар 4 бөлім бізде практика аралас теория болады. 5-ші бөлім ол уже таза практика. Мен соңғы жылдарда жасап келген маған прям ойымда қалып қалған мықты практикалардың жинағы беріледі. Мен ол практикаларды прям қатты қиын деп айта алмаймын. Өте оңай практикадан бастаймыз. Сіздердегі тревоганы шешу бірінші, одан кейін ақшаға қатысты программаларды дұрыс ертудің жолы, түсінесіздер ме, ондай программаны дұрыс ерту, мироздание, сейчас я вам покажу. Мына нәрсені білген адамда ғана болады. Өте көп психологиядағы, мысалы, установканы ерту деген практикалар бар ғой. Олар адам қалағандай нәтиже бермейді. Не себептен? Себебі мына ақ пен қара жалпы әлемнің құрылысы ескерілмейді. И когда человек знает, как работает мироздание, енді түгел бұл нәрсені зерттеу мүмкін емес, бірақ білім болып соның частичкасын былай қосып психикамен жұмыс жасаған кезде нәтиже болады да. Келесі практика бұл баста ақша потогын жауып тұрған күймен жұмыс жасау, ақшаны магнитше тартатын күйді іске қосу, то есть бұның поэтапный формуласы беріледі. Ол практика таза мен тәжірибемнен шыққан, яғни білмеймін, интернеттен алып бере салу емес, ол 100% жұмыс жасайтын нәрсені ғана берем. Одан кейін сіз 3-5 жылдан кейін өміріңіздің жалпы қандай болғанын қалайсыз? Ақшаң қалай келгенін қалайсыз? Бүкіл сфераға қатысты сіздің өміріңіздің жоспарын детально құратын сондай практика. Буквально сіздің өміріңіздің картасын салу, Одан кейін қалай соған қарай жүру керек? Ол мақсатқа жету үшін де ол мақсатты жүйе ретінде оның заңдылықтарын білу керек. Соның барлығы практикаларда поэтапно беріледі. Ақшаны магнитше тартатын күй деген бар ғой. Негізі баста 2 элемент болады. Ақша прям жақсы көретін 2 элемент болады. И сол 2 элемент айтылады. И ол нәрсені білесіздер ма, жай ғана оқып қоя салу бір бөлек, оны прожить ету бір бөлек, да. Одан кейін практика бөлімі, қысқаша сіздер бұл бөлімді аяқтаған кезде соңында нақты ақша тауып бастап кетсеңіздер болады. Курсты біттіңіздер, бастап кетсеңіздер болады. Себебі мен практиканың соңында айтам, сіздер алғашқы қадамды 24 сағаттың ішінде бастауларыңыз керек. Практика бөлім ол буквально А нүктесі, Б нүктесі. Сіз курсқа келдіңіз, А нүктесін, Б нүктесі уже поэтапно расписанный. Сіз жүріп өтетін жолыңыз поэтапно расписан. Қорыта айтатын болсам, ақшаны сила волемен табу деген нәрсе бар ғой, ол уже жұмыс жасамайды. Ескі заманда ескі энергияда жұмыс жасады. Ал жаңа дәуірде ақша энергиясы жұмысын мүлдем басқаша жасайды. Ол мүлдем басқаша қозғалысқа енеді. Сондықтан да айтам ғой, енді мен прогноз ретінде қарамаңыздар бұл нәрсеге, себебі бұл ақпараттың барлығы таза білімнен шығып тұр да. Мына ережелерді қолдану келе жатқан 5-10 жылда ақша сфераларыңызға өте қатты жәрдем береді. Сіздерде өмір жалпы берекелі болу үшін, себебі қазір білесіздер, әлем тұрақсыз, кішкене переходқа байланысты экономикада өзгерістер көп болады, ақша жүйесінде өзгерістер өте көп болады, тұрақсыздық көп болады. И сондай кезде сіздерде мықты опора болады. Білім болса қолдарыңызда. И сіздер дальше бұл нәрсені спокойно балаларыңызға бересіздер, олар көргенін алады сіздерден. Сонымен қатар қарым-қатынас туралы да бұл жерде қозғалады. Айтып тұрмын ғой, тек ақша жайлы емес, өмір жайлы көптеген сұрақтарыңызды алып кетесіздер. Себебі ақша ол өмірге қызмет етеді. Қыздар бар ғой, жігіттер жұбын жолықтырмаған, половинка туралы кішкене басы қатып жүргендер. Басқа адаммен қосылатын кезде өте маңызды
ескеру керек факторлар бар. Ол қосымша беріледі курста сіздерге ақпараттар. Бұл проектке әсіресе мынау ақшаға қатысты қорқынышы бар адамдар міндетті түрде келу керек. Себебі сіздер ол практиканы жасамасаңыздар да бұл дефицит энергияның бәрі автоматты түрде ери бастайды. Себебі мендегі проекттерде сондай энергия бар, өмірдің энергиясы бар, және бұл өмірдің энергиясы проекттерде жүріп тұрған кезде анау дефицит энергиялар автоматты дәрежеде ери бастайды, яғни қорқыныштар. Бұл нені білдіреді? Сіз мына проектте тіпті практикаларды жасамаймын, қарамаймын деген күннің өзінде де аудиоларды тыңдаған кезде автоматты түрде анау дефицит энергия ериді, яғни негатив, и сіздер как минимум бұл курстан ішкі тыныштық күй алып кетесіздер. Тыныш күй алып кетесіздер. Бұл өзі само собой практикаларды жасамаған күннің өзінде де ақша потогына әсер етеді. А как максимум сіздер нәрсенің барлығын қолданған кезде мен буквально А нүктесімен Б нүктесіне дейін расписывать етіп қойдым, Просто сіздер сол жолмен жүріп өтіп жасайсыздар, и сіздер уже сразу проекттен кейін ақша табуды бастап кетсеңіздер болады. Просто бұл жерде кішкене смелость керек, батылдық керек болады. Курстың бағасы қанша болады? Курстың бағасы алғашқы 24 сағатта 35 мыңды құрайды. Өте ауқымды 5 бөлімнен тұратын проектке мен максимально арзан бағаны қойдым, және мен бұл бағаны 24 сағаттан артық ұстап тұра алмаймын, себебі өте арзан берілетін нәрсе үшін. Сіздер даже курсты тыңдап бастаған кезде бұл ақшаны ақтап алуларыңыз мүмкін. Болашақтағы неше түрлі жоғалту стресспен елестететін болсақ, белгісіздікпен, бұл баға просто копейки. Екінші күні уже баға көтеріледі, 24 сағат қана болады. Айтпақшы, мен айтуды ұмытып кетіппін, бұл проектте енді до того ақпарат, білім көп болған соншалықты маңызды айтылуы керек нәрсені айтпаппын. Не нәрсемен айналысамын деп алаңдап жүрген қыздар. Сіздер, көбісі, мысалы, универ оқыды, колледж оқыған болуы мүмкін, бірақ мүлдем басқа жұмыс жасап жүрген болуы мүмкін, и олар үшін қызықтай неге, немен айналыссам болады деп іздеп жүреді. И сол іздеу сіздерді тоқтайды на проектті. Себебі мен сіздерге буквально тұлғаңызды с нуля қалай былай жинақтау керек бір нүктеде, соны айтып беремін өз тәжірибемнен. И бұл жерде ешқандай матрица, нумерология, матрица судьбы, то есть сондай расчеттар қажет жоқ. Сіздер бұл нәрсені жасаудың ең эффективный түрімен танысасыздар. Кәдімгі практикамен, өздеріңізді тұлға ретінде жинақтайсыздар, и соны әлеммен бөліссеңіздер, и все, сіздер сол моментте бастап кетсеңіздер болады. Имеется в виду кәдімгі движение, қозғалысты бастау арқылы ақша табу. Себебі ақша ол құндылыққа келеді ғой. Ол құндылыққа келеді, бірақ енді ол құндылығың неде екенін білуің керек қой. Ол тек қана өзіңді бір нүктеде жинақтау, тұлғаңды, өміріңе анализ жасау. Мен, оның барлығын сол практикада айтатын боламын. Екінші күні сонымен баға 40-45 мыңға көтеріледі, үшінші күн и так далее кете береді. Сондықтан бізде мынау запуск, продажа июльдің аяғына таман шамамен 18-20-сына жоспарланып отыр. Мен нақтысын хабарлаймын. Скорее всего, 18 июль болады. Пожалуйста, мен инстаграмды жіберіп алмаңыздар. Мен мына жерге инстаграмды қойып кетемін. Обязательно жазылып, стористі бақылап отырыңыздар. Июльдің 18-20-сына. Потому что если ол күнді жіберіп алсаңыздар, все, проектті уже ол жеңілдікпен ала алмайсыздар. Бұл мүмкін болған ең арзан бағаны қойып отырмын. Міндетті түрде келіңіздер, кімге созвучно, бүкіл сайт ақпараттың барлығын біз мен телеграм-каналға да салам, телеграм-канал тастап кетем. Айтқым келетіні сила волемен қиналып емес, заңдылықтарды жай ғана білу арқылы жеңілдікпен ақша табатын уақыт келді негізі. Болашақта кедейшілікте мүлдем өмір сүрмейтін адамдар болады. Солардың қатарына кіргіңіз келсе, пожалуйста, келіңіз. Всем добра.